Жүгері шашағы шипалы ма? Қазір пісіп, жетіліп, саудада молынан сатылып жатқан жүгері шашағының шипалық қасиеті мол. Ендеше оны ем ретінде пайдаланып көріңіз. Мамандар жүгері шашағының бауыр, өт қабы ауруларына ем екенін дәлелдеген. Сондықтан дәрігерлер де оны емге пайдалануға кеңес береді. Гепатит, холецистит, холангит, тас байлануы сияқты аурулар кезінде дәрі-дәрмектер қолданылады. Оған қоса жүгері шашағын қолданса, ол қан құрамындағы билирубинді азайтады. Өттің қоюлануын болдырмайды. Жүгері шашағының емге қайнатпасы, тұнбасы қолданылады. Ащы шай ретінде де ішуге болады. Өттің дұрыс жүруі үшін жүгері шашағынан тұнба жасап ішіп тұруы керек. Ол былай әзірленеді. Ыдысқа 1 қасық жүгері шашағы салынады. Үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 1 сағаттай мықтап жауып қояды. Сосын сүзіп алады. Оны күніне 3-4 рет 1 ас қасықтан ішіп тұру керек. 2 апталық курс асқазан ішек жолдарына, бауырға пайдалы. Жүгері қайнатпасы гепатит, холецистит, өт жолдарының қоюлануы мен толуына да ем. Оны былай әзірлейді. Эмалды күрішкеге 2 ас қасық жүгері шашағын салып, үстінен қайнатылған жылы су құясыз. Қақпағын жауып, кастрюльдегі қайнап тұрған су моншасына орналастырылады. 15-20 минуттан соң алып, суытады да сүзіп, үстінен тағы да стакан толғанша су құясыз. Оны күніне 3-4 рет тамақтан соң 1 ас қасықтан ішіп тұрады. Атеросклероздың алдын алуы мен емдеуде де жүгері шашағының пайдасы бар. Ол жаман холестериндерді азайтады. Бас ауруын, құлақтағы шуды басады. Ұйқы есте сақтау қабілетін жақсартады. Емдеу курсы 3 аптадан, арасында 2 апта үзіліс 4-6 ай бойы жалғастыру керек. Бүйрек ауруларына, циститте, тас байлануын емдеуде де жүгері шашағының пайдасы көп. Зәр айдайды, қабынуды басады. Құмның бүйректен несіп жолдарынан тез әрі жеңіл кетуіне септігін тигізеді. Дегенмен жүгері шашағының кей жағдайларда жағымсыз әсер беретіні де бар. Мысалы, оны жүкті әйелдер қолданбауы керек. Аллергиясы барларды абайлап қолданған абзал. Қан тамырлары кеңейген, қандары тез ұйғыш жандар, тамаққа тәбеті төмен жандар қолданбаған жөн.